Құрметті достар, біз мінекей Египеттің Шарм-эль-Шейхіне аттанып бара жатырмыз. Дәл қазір біз әуежайда duty free аймағына өтіп алдық. Яғни барлығы дұрыс сәтті өтті деген сөз. ПЦР тесттерімізде дұрыс бағасын алды. Паспорт жағында еш қиындық туындаған жоқ. Енді ұшақпен аман-есен 6 сағат ұшамыз, артынша Шарм-эль-Шейхте боламыз. Сонымен Құрман командасының халықаралық турнирдегі жорығы басталды. Жігіттер мен Паротел, Аквапарк, Резорт қонақ үйіне келіп жайғасып жатырмыз. Барлығын ішінде деген сөз ғой. Все включено деген сөз ба? Шалдар топ келдік. Әйде Қабылша, Асылхан Қалыбек, Бақытжан Масақов, Назар Найзабек, Исламбек Кулекенов. Едем на тренировку. Шарм-эль-Шейхке келдік, ертең жарыс. Бүгін кішігірім жарыс алдындағы жаттығу шағын. Ұйымдастырушылар осы алаңды тауып берді. Рахмет. Енді біз залда ойнап жүрдік. Залдан кейін бірден жасанды төсенішке өту қиын. Сондай-ақ ауа райын көріп тұрсыздар. 25-тен жоғары градус. Адаптация өту керек. Көреміз. Как раз команда посвящениясы болды ғой Исаға, да? Әнді айнадың Жазға, қыстан жазға келіп тұрмыз қазір. Және шөпке алғаш шықтық. Дегенмен бүгін бой үйретіп алсақ, аяқты үйретіп алсақ, ертең ойын бар. Одан кейінгі екінші, үшінші күн ары қарай уже плей-оффтар, мықты командалар кездесіп береді. Соның барлығына дайын болуымыз керек. Жеңісті күнде жүздескенше. Что там, Бахат, дайынсың ба ойынға? Бахиньо. Баха Масақов. Дұрыс, ойынға алға тыныштық жасадық. Кім бар маяқта? Игроктардан. Чика дайын ба? Чика! Чикиньо. Ойынға заряд. Ойын давай. Так. Дайынсың ба? Кетіп жүрміз, все. Сбор, кетіп поехали, қазір өңген алады. Настрой.
қаласа Алла жеңісті бұйыртсын. Әумин. Украина құрамасының ойыншысымен жиде алмасу мен ұлттық құраманың жаттығу жейдешесі, Украинаның 2012 жылы Евродағы жейдешесі көріп отырсыздар. Алмасып жатырмыз мінекей. Келесі жол біз Киевке Украинаға барған кезде мен ұлттық құраманың жейдешесін әкеліп беремін. Пікірін жазбасай. Пару слов об игре. Пару слов об игре. Спасибо за прекрасную игру. Повозили нас серьезно. Вот. Ну, удачи, за дружбу, за Слава Украине! героям слава. Достар, ойын турнир аяқталдық, сәлден кейін марапаттау рәсімі болады. Біз қола жүлдеге қол жеткіздік. Әрине алтын алуға да болатын еді, бірақ алғашқы күндері алаң иелері, қожайындары, төрештермен бізді қатты қысқан болатын. Ештеңе етпес, бүгін маңызды 3-ші орынға таласта біз өзіміздің дос, бауырлас командаластарымыз Украинаны бесенер есебімен жеңдік. Айбек тағы да сухар. Данагөй қазағымыздың мынандай даналығы бар, ер кезегі үшке дейін деген. Екінші рет келдік, екіншісінде жүлдегерлік отырмыз. Үшіншісінде Құдай қаласа әлем чемпионы боламыз. Бізге сеніңіздер, Қазақстан және бұл Нұрсұлтан досымның арманы, және сол арманға бірге жетеміз. Vamos, Furman! Біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып егілемін, жырым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Мінекей достар, МФК Құрман білесіздер, Қазақстан біріншілігіне қатысқан еді өзі әуесқойлар арасында. Бұл жолы халықаралық турнир журналистер арасында. Біз өзіміз журналист екенімізді білеміз. Халықаралық турнирге келіп отырып, мінекей бірінші жарыстан үшінші орын алып отырмыз. Әрине, оңайға соққан жоқ, білесіздер, алаң иелеріне істегені. Бірақ ештеңе етпес, біз үшінші орын алдық. Қола жүлде Қазақстанда тамаша деп ойлаймын. Біздің блог ұнады деп ойлаймыз. Қазақстанға, МФК Құрманға жанкүйер болыңыздар, алда сіздерді тағы да қуантамыз. Біз енді Литвада өтетін қыркүйек айында әлем чемпионатына жолдама алдық журналистер арасында. Сол жерде жасында жарқылдап бірінші орын аламыз деген ойдамыз. Рахмет, біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Рахмет, осымен блог аяқталды.